Ауыз бекітіп бастаған кезде тәндегі болатын өзгерістерді мына 3 кезеңге алып қарауға болады. Бірінші кезең. Алғашқы ашығулар кезінде қандағы қант мөлшері азайып, қан қысымы төмендей бастайды. Тән тазару процесін бастап кетеді. Сондықтан алғашқы күндер ең ауыр күндер болып есептеледі. Бірінші рет ораза ұстаған адамдарда бас айналып, жүрек айнып, шөл қысуы мүмкін. Екінші кезең. Ағза біртіндеп оразаның қалпына үйрене бастайды. Ал ас қорыту жүйесінде демалыс басталады. Ол өз энергиясын ағзаны тазартуға және жасушаларды қалыпқа келтіруге жұмсай бастайды. Себебі лейкоциттер күшейе түседі. Олар жайлы видеоның ортасында толық тоқталамыз. Бұл кезеңде ішкі құрылыс мүшелері қайта жаңғара бастайды. Үшінші кезең. Бұл кезеңде адамның энергиясы өсіп, толық түседі. Зейініміз ашылып, миымыз концентрациясын күшейтеді. Осы кезеңде деннің саулығы сезіліп, бойымыз ерекше көтеріңкі күйде болады. Себебі ағза ұзақ айлар бойғы ауыртпалықтан айыға түседі. Ораза кезінде біздің ағзадағы қайта қалпына келу процесі жоғары деңгейге көтеріледі. Бұл кезеңде ағза өзі кез келген зақымданған тінді, жасушаны қалыпқа келтіре алады. Ішек құрылысы, бүйрек, бауыр, өкпе, тері, барлығы дерлік токсиндерден тазарады. Осындай кезеңнен өткен адамның саулығында өзгерістер байқалады. Бұл ғалымдардың зерттеуі келесі оразаның 12 пайдасын анық байқалатынын дәлелдеген. Ол туралы айтпас бұрын сіздерден каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны жағып қоюды сұрағым келіп отыр. Осы айдың соңына дейін 1000 оқырман жинауды мақсат қылып отырмын. Сіздің болмашы әрекетіңіз маған үлкен мотивация болар еді. Ақы сұрап отырған жоқпын ғой. Сондықтан шошымай, үрікпей тіркеліп кетуіңізді өтінемін. Оразаның 12 пайдасы. Оразаның 12 пайдасын білесіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Дауа арнасы. Әдеттегідей ең пайдалы әрі ең тиімді ақпаратпен бөлісуге алдарыңызға шығып отыр. Бізді ұмытпаған болсаңыз, арнаға тіркеліп өтіңіз. Ораза жайлы айтар мағлұматымызды осы адамға керек-ау деген ниетпен бөлісіп қойыңыз. Сауабы сізге жазылады. Ал кеттік. Оразаның пайдасы бар ма? Ораза кезінде лимфатиттердің жұмысы жетілдіріледі. Адам ағзасының қорғаныс жүйесі нығаяды. Лимфатиттерді қарапайым тілмен түсіндірер болсақ, иммундық жүйедегі жасушалар, олар белгілі бір нормадан асып кетпей және төмендеп кетпей қалыппен жұмыс істеуі керек. Ал ағзадағы ораза режимі оның үйлесімділігін сақтайды. Бүйректе тас жиналудан қорғайды. Себебі ол кальцийлену процесіне кедергі келтіре отырып, қандағы натрий құрамын көбейтеді. Осылайша несеп жолына тас жинайтын тұздың бөлінуін тежейді. Бірнеше сағаттар бойы ас қорыту, ішек құрылысын демалысқа келген кезде ағзадағы жасушалар мен тіндерде түзілетін зиянды заттар арқылы уланудан сақтайды. Ораза ұстаған адамның ас қорыту жүйесі қалыпқа келіп, жақсырақ жұмыс істей бастайды. Сөйтіп, асты қорыту мен оны сіңіруге барынша сапалы кіріседі. Ауыз бекітудің ақыл есінен айырылу дертіне беретін шипагерлік қасиеті бар. Мәскеу психотерапия институты ашығу мен диетаның көмегімен ақылдан адасушылықты емдеуге болатынын анықтады. Оразада әйелдердің бала көтеру қабілетін артады. Ер адамдардың бел күші бұрынғыдан да күшейеді. Әлсіз жасушаларды жояды және жаңартады. Қысқаша айтқанда, ағзаға толықтай перезагрузка жасайды. Одан бөлек, адамның психологиялық хәл жағдайын жақсартады. Эмоционалды күйіңізді бір қалыпқа келтіріп, сабырлы әрі сапалы ойлай алатын боласыз. Ойыңыз тынышталып, алып қашпа күйден арыласыз. Сабырлы әрі қанағатшыл боласыз. Ол ағзадағы зат алмасу қызметін нығайтып, жан мен тәнді сауықтырады. Ораза адамды жауапкершілік пен өзін-өзі тәрбиелеуге үйретеді. Ораза адамды ешқандай пайда көздемейтін риясыз сезімге, төзімділікке баулайды. Бұл кезде ол аштық пен шөлді және басқа да күйді еш наразылықсыз білдіртпей көтеруді үйренеді. Егер әр нәрседе қанағат болса, үй шаруасын жүргізуде де, қаржылай үнемдеуде де үйренесіз. Яғни азық-түліктен де үнемдеуді үйренесіз. Ораза ұстаған жан мына нәрсені білуі керек. Бір жұтым суда болса, тәресінде тұрып, яғни оянып оны ішу берекеге жатады. Пайғамбарымыз Алланың оған сәлемі болсын, таңғы сәреде береке бар деп айтқан. Ауызды құрма немесе сумен ашу сүннет, ал құрманың адам ағзасына тигізер пайдасы мыналар болып табылады.
Жүрек аурулары мен талмасын алдын алатын қасиеті бар. Себебі оның құрамында калий мөлшері өте көп. Бауырды токсиндерден тазалайды, цирроздың пайда болу қаупін сейілтеді. Айтыла берсе құрманың пайдасы молшылық. Аузы берік жандар айқайлаудан, қатты күлуден, боғауыз сөзден тыйылады. Бұл ең жақсы әрекет қалыптастыруға ең үлкен мүмкіндік. Сіздің мәдениетіңіз жоғарылай түседі. Ораза ұстаған жандар, оразаларыңыз қабыл болсын. Ал сіз ораза ұстадыңыз ба? Төменде жаза кетіңіздер. Егер біздің ақпаратқа алып қосарларыңыз болса, пікір бөлімінде сізді күтеміз.